қазақша қалайсыздар достар? Бүгін бір ата-анамның жағымсыз пікірі келді маған. Жақында бір оқу орталығында жұмысқа тұрған болатын. Түстен кейін екен. Мен жалпы қазір бір оқушым болғаннан кейін іздеп жүрген ғой басқа жұмыстарды. Басқа орталық болсын, басқа жұмыс болсын. Сосын осы центрге, оқу орталығына мен бірнеше рет барғам негізінде. Мен алмай қойды ма, жоқ мен келіспедім бе, есімде жоқ қазір. Бірақ ол маңызды емес, жалпы. Сонымен не айтайын деген едім. Мен жалпы негативный нелерді, отзывтарды, пікірлерді қабылдай алатын адаммын. Естігем де, тәжірибемде болған 4 жылдың ішінде. Шашым жиналадым болғапты, кстати. Ақшасы болса да енді, бірақ бұрынғы резинка бар еді, соны тағып алдым. Сөйтіп сосын ата-ана басында егер жақтырмаса, ол әрдайым сол өзінің несін табуға, білдіруге тырысады. Үнемі бірдеңені іздеп тұрады, бәле іздеп тұрады. Сондай жағдай болған. Сосын мен оқушылардан әрқашан сұраймын да, үй жұмысымен айналысу керек па, және де ата-аналарынан, үй жұмысын жасап, сосын бір қосымша оқу керек па? Жоқ, үй жұмысы керек емес, өзіміз жасаймыз, сіз қосымша ақпарат беріңіз деп істейміз ба деп сұраймын да. Сосын олар былай немесе былай. Бірақ көбінесе үй жұмысы болады, сосын бір қосымша ақпарат болады. Енді сабақ 60 минут, сосын кешігіп бардым 15 минут. Кешірім сұрадым. Сәл ертерек шығу керек, бір шұғыл мәселелер туындап қалды да. Көп уақыттан бері шеше алмай жүрген, соны жасап кешігіп қалдым кішкене. Олар жарайды деді. Сонымен 45 минут бар менде. 8-ші сыныптың баласы, басқа елден келген, орысша сөйлейтін, қазақша кішкене біледі, бірақ мүлдем нулевой уровень деңгейі төмен. Сосын өте қиын екен оған. Сосын 9-ші сыныптың оқушысы, екі түрлі мектепте оқиды. Қыз бала. Оның деңгейі орташаға сәл жетпейді. Бастапқыдан бір сөйле деген қосымша бар. Сол сөйледе қазақ тілін 6 деңгейге бөлген. Сол 6 деңгейде А1, А2, Б1, Б2, С1, С2-ді. А1 емес, А2 болуы мүмкін ана қыздікі. Шашын жайып алған, шашын ұстап отырды ана қыз. Әдемі қыз, бала да. Мен түріне өше қарамаймын негізінде. Мен асығып шешініп, пока ана блокнотымды, кітаптарымды алып шыққам дегенше. Сонымен таныстырудан бастадым, күнді айттық, қандай, сосын не айттым, сосын сұрадым, үй жұмысын жасау керек па, жоқ, не деп. Сөйтіп 8-ші сынып айтты, маған үй жұмысын жасау керек деді. Жарайды деді, көрсетті не істеу керек екенін. Бір А4 парағын ұстап, ол жерде бітпеген бір тапсырмасы бар екен. Осыны жасау керек па десем, жоқ, бұл үлгермедім, бірақ қазір керек емес уже деді. Жақсы дедім. Сосын өткен телефоннан бірдеңе көрсетті. Мынаны тапсырманы жасаған кезде қиын болды маған деп. Сосын мен айттым, уақыт болатын болса, көмектесемін деп. Сосын не болды, сосын мен оған айттым да, мүлдем қиын болса, қазіргі таңда, чтобы натаскать себя, өзін кішкене пысықтау үшін 1-2 тақырыпқа алдын оқу керек дедім да, уақыт бөліп үйде. Сондай апай түсіндірген кезде түсінетін боласыз деп. Сосын айтпақшы мен олардан сұрадым, тоқ мен қазақша сөйлесем түсінесіздер ме деп. Олар айтты, жоқ, түсінбейміз деп. Онда мен бірінші орысша, сосын қазақша аударып сөйлесем дедім де, қазір орыс нұсқасын ұмытып кеттім. Мен әрдайым сұрайтын сол
бірақ мысалы ағылшын мұғалімдерді алатын болсақ, ағылшындар толық ағылшын сөйлейді да, сен түсінесің бе түсінбейсің бе пофиг оларға. То есть мазаламайды да, өйткені өзің үшін сен аударып түсіндіре аласың не деп жатқанын ше. Мектепте неде естігемін мен, бином мектептерінде мұғалімдер аудармайды екен, толық қазақша сөйлейді да. ЖФМШ-да да аудармайды, қазақша сөйлейді, оқушы түсінбесе де. Сондықтан да мен бірақ оқушы түсінбесе қалай орысша сөйлей беретінімді түсінбеймін мен. Сонымен ана қыз 9 класстың сыныбы оқитын қыз, ой, шаршап кеттім ғой, кешіріңіздер, күрсінбе дейді ғой, өкілімен қалада тұрасың деймін. Ештеңе жоқ, бір дәптер ұстап алған, жаңа дәптер болу керек, кітап, дәптер жоқ, ештеңе. Сосын енді бір нәрсе жасау керек қой, деңгейін білу керекпін. Сосын барып бірінші кезекте және оларға айттым, мен сөйле деген қосымша бар, соны жүктеп алыңыздар. Сосын сол жерде аудио, видео, дыбыстық және бейне сабақтар бар, сөздер бар, жаңа сөздер. Ол жерде біз жаңа сөздерді жаттап үйренеміз, сөйлем құрап үйренеміз дедім де, олар жүктеп алды, ашты. Сосын ана балаға жаздырдым, бала үй жұмыс жасады, қыз ғой, бұл жерде ештеңесі жоқ болған кейін мен оған тез ақпарат беруге тырыстым да. Айттым, кітаптар бар, не бар, оның бәрін мен әлеуметтік желіге өзім парақшама салам деп, солардың бірін алып оқысаңдар болады деп айтқанмын. Сосын ана қызға айттым, ана қыз деп айтқаныма кешіріңіздер, просто контекст кетіп қалды да, жамандаған емес. Неде өзіңіз туралы жазыңыз дедім, қазақша. Сөйтіп ол жазды. Сосын қазақша жазылмайтын жерлеріңізді орысша жазыңыз, қазақша аударамыз дедім де. Жарайды деді. Ол тура сөйтіп жазды. Бір жарты беттен аз болды, кішкене ғана. Сәл қате жерлер бар, соны қайтадан перефразировать етіп, қайта сөз жасап, сөйлем жасап, сөйтіп жазды. Сосын ол түсінді өзінің қателерін. Қызыл ручкамен кәдімгі қаламмен тексердім, мына қандай деп. Сөйтіп ол түсініп, кішкене бір қателер болды. Сосын үй жұмысына жаңағы болашақ мамандығыңыз туралы айттым, жазыңыз дедім, соны тексеремін дедім. Сосын екеуіне де менде телефонымда жаздым, егер сұрақтар болса, үй жұмысымен түсінбей жатсаңыздар, маған жазсаңыздар, 1 сағаттың көлемінде, жарты сағатта жауап беремін дедім де, шұғылдығына байланысты. Сосын әлеуметтік желідегі парақшаларымды айттым, YouTube бар, Telegram бар, Instagram бар. Ол жерде мен жаңағы тілді үйрену бойынша ақпарат салам. Instagramда және TikTokта менде не бар, жаңа сөздер, сөйлемдер, сөз тіркестері, соны көрсеңіздер болады деп салғам ғой. Вроде довольно кетті мәзмұн. Мен жалпы ешкімге былай жағымпазданы, өтірік күліп, ондай істей алмайтын адам, шынайы адаммын да. Сосын мен жағымпазданатын болсам, көріп қалады мен жағымпазданамын. Мен ондай нәрсе істей алмаймын, өйткені тәрбиеміз қатал. Сосын мен алдағанды жаман көремін, мен алдаса да жаман көремін. Сосын өзіме талапшыл болған кейін маған біреуге де талап қоямын да. Сосын осы оққа дейін мен басқа центрде істегенмін, өткен жылы, сонда отзывтар тек қана жақсы болған. Оқушы 8 балдан 8 бал, 10 балдан 10 бал, 16-тан 16 алған әрқашанда. Ол кезде мен баға үшін істеген жоқпын. Мен әрқашан 100% өзімді беретін тұғым. То есть білімді беретін тұғым. Сосын оқушы сәйкесінше жақсы нәтижеге, ең күшті нәтижеге жетеді да. Екінші қыз келді, бөлек сабаққа, қасында тағы қыз бар екен, бірақ ауырып қалған ба, сондай келмеген, бірақ келеді екен. Жеке бір оқушымен істеген әлде қайда жақсы нәтиже береді әрине. Сосын өйткені жеке дара істейсің. Ол қызға да тура сондай ақпарат болды. Сол қызға ұнапты сабақ. Ол жерде қандай болды? Ол қыздікі да орташа,
М, жазған болатын блокнотқа. Сонымен жаңағы ол менің қыз болған кезде анасына жаңағы айтып барған ғой мені. Сосын жаңағы оқу орталығының бастығы айтты да, біз әр оқушыны әрең дегенде аламыз, табамыз, жоғалтпау керекпіз. Дейтін токсичный адамдармен, негативный адамдармен неге жұмыс істейсіз, керек емес деп. Оған да бір мұғалім айтқан екен, керек емес деп ше. Андай адамдар өзгермейді ше. Энергиям құртады да. Сосын бір кешірді ма, ол кейін бір айтты ма, значит, всегда айта береді әрқашан ше. Жыным келді, сосын айтып тастадым директорға. Мен, если надо будет, мен арзанға істеп отырмын, мен вообще неме келмейді, жаңағы просто пайдам тигізейін деп, сосын болашақта оқушылар жиналады деген оймен ғана істеп отырмын деп, ата кесе ақша бойынша келетін болсақ деп дедім да. Сосын айттым, неге қорқа бересіз? Егер орталық жақсы болатын болса, келеді оқушылар құрсын. Соны қорқып, әрі неге айтасам, если керек болса, мен вообще келмеймін дедім. Маған ақша керек, әрине, жұмыста керек, бірақ мынандай оқушылармен мен істемеймін деп. Ой, неге өйтесіз, мен сізге айтпаған сияқты өзіңізді ұстасаңызшы дейді. Мен істей алмайды екенмін олай өтірік алдап. Жарнама деп айтыпты да, жаңағы өзін жарнамалады, много воды, бос әңгімен айтқан, сіз сол мұғаліммен сөйлестіңіз ба деп айтқан директорға центрдің. Өзі нормальный кісі ма, неге үй жұмысын тексермеген деп сөйтіп айтыпты. Сосын сөйтіп директор айтады, жаңағы центр маған, сіз өз талаптарыңызды жазыңызшы, мен чатқа жіберейін деп, ата-аналарға. Осындай негативный, теріс пікірлермен біз өсеміз дейді да, орталықтың басшысы. Сосын неме дейді, неше түрлі ата-аналар болады ғой дейді. Білемін мен қандай ата-аналар болатынын деп. Үй жұмысын әкелген жоқ қой ештеңе қыз дедім. Кітап жоқ, дәптер жоқ, неменесін қай жерін оқиын еді болатын дедім. Мен сұрадым дедім. Бір түксіз келген, қайға келген өзі білмейді. Сосын бармен базар деп өткіздік ана сабақты. Өзі түрінен көрініп тұр, шашын ұстап, жайылып отырды модельге ұқсап. Модель демей ақ қойын, просто андай бір сабаққа емес, басқа жаққа сыйлап тұрған көрініп тұрған жоқпын дедім. Күліп кетті, бәрін мәз болып, күшті екен деп сөйтіп кетті. Онда айтпаймын, ұнамаса ұнамады деп, өтірік айтамын. Өйтіп айтқан жоқ, ол ешқандай пікір білдірген жоқ алдында дейді. Онда қайсысы білдірді десем, екінші қыз білдірді дейді. На месте айтсын, өйтіп айтасың. Сосын 9-шы класстың оқушысы, сыныптың оқушысы, уже кішкентай бала емес қой. Егер өзінің пікірін айта алмаса, өзін жаңағы не дейді, ұнайтын, ұнамайтын, өзі шеше алатын неде ғой жаста. Просто мамасымен тұрады, ата-анасымен тұрады. Үлкен адам ғой уже 9-дан кейін олар неге барады, жаңағы колледжге баруы мүмкін. Әлі істемеген, өсек таратқыш па, жоқ негатив іздегіш па, желчный дейді ғой. Бүкіл негатив мусордың бәрін алып жұрттың бәрін жамандап жүретін, өсектен басқадан білмейтін. Жынымды қайнатып жүрді кәдімгідей. Ондай жағдай көп болған менде. Ақшаны көбейтем деп ата-аналарға айтасың да, иә, нормально ма сізге мынандай скидка жасаймын. Иә, жоқ, біз оказывается жоқ, передумали, айнып қалдық деген жағдайлар көп болды. Сосын бүгін келседі, ертең ақшаға төлемей қояды, сондайлар болды. Немесе жақсы нәтижеге қол жеткізеді да, одан кейін до свидания, араласпайды сенімен. Білмей қалдым вообще. Мүлдем, может, керек емес шығар, қазақ тілін үйретудің деп көңілің қалады кәдімгі. Бірақ естігенім жақсы өтті. Енді не дейді, 3 қыз бөлек, ол бала бөлек келеді дейді. Желание жоқ менде баратын.
сондай болды. Неге осындай осы біздің қазақ десең өзіңе тиеді. Артық қыламын десең тыртық қыласың. Жақсылық жасайын десең жаның ашса осылай. Жан ашмау керек қойшы. Не бар, интернет бар, чат GPT бар, искусственный интеллект бар, иә, жасанды интеллект. Оқығасын өзі керек па, керек емес па? Нафиг вообще страдать соларға бола. Естіп әрқайсысының нелерін. Үлкен ересек адам болған, орыс кісі, бір мекеменің бастығы. Ол да жаңағы бастатты, сосын бір уақытты тимей, көбінесе уақыт болмайды екен. Мені кінәлап соған. Сосын мен айттым, жоқ, мен сіздің ақшаңызды алған кезде, мен сіздің уақытыңызға ешкімді алмаймын мен дедім. Мен не үшін бір ай қаламын да мен сразу. Не үшін аламын? Сол уақытқа сізге забронировать етіп, сізді күтіп отырдым бір ай бойы. Даже 2 ай күттім ғой деймін. Ол мені кінәлайды да. Сен ештеңе деген жоқ енді. Неме деді? Типа, вы же тоже бірдеңе сондай сияқты бірдеңе айтты ше. Тағы да бір үлкен кісі болып бастық. Ол да бастауын бастады да, кейін аяқтаған жоқ. Сосын бір жігіт болып мемлекеттік қызметкер. Ол да сіз профессор емессіз ғой деп. Көп ақша алатын деп ше. Профессорлар үйме жүрмейді ғой, центрлерде сабақ бермейді ғой. Мен просто 15 жыл қазақша орысша білгеннен кейін, пайдам тисе, мұғалімдік диплом бар болғаннан кейін үйрететін бір нем бар екен. Соны қоғамға пайдамды келтірейін деген оймен ғана. Мүмкін осы жерден тоқтау керек шығар деп ойға келдім. Сондай жағдай. Пікірлеріңізді жаза кетіңіздер, тыңдайын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мүмкін менікі қате шығар. Бірақ жалпы өмірде бар ғой, екінші шанс, екінші мүмкіндік бересің ғой. Беру керек дейді да, бірақ көбінесе бермеу керек. Жақтырмаған адаммен қалай жұмыс істейсің? Мысалы, мен де жұмысты істедім ғой. Мені бір жақтырмай қалма, да, конца жұмыстан шығармаған жоқ қоймайтын тұғын. И то мен шыдамды адам үндемей қалған. Құрсын жұмыс керек, кредит төлеу керек, аренда төлеу керек деп сөйтіп істейсің ғой. Шыдап жүресің да, сосын бір күні болмай кеткенде атыласың. Атылғанда уже сен мінезің жаман болады. Мінез жаман адам сен сразу көрсетесің ғой, сен сразу көрсетпейсің мінезіңді, өйткені саған ақша керек, жұмыс керек. Неблагодарный деймін. По сути, это просто пробный урок болды негізінде, танысу сабақ. Ол жерде бір бүйтіп айтатын ештеңе болған жоқ. Сосын сен өзің, мысалы, мен оқушы болып дайындықсыз келсем, онда менен не сұрауға болады? Жауапкершілік менде, өйткені мен алып келген жоқпын кітап пен дәптәрді. Мен сабаққа дайын емеспін. Оқушы болсам да мен. Әр оқушыға индивидуально. Мен басында айтқам, собеседование болды ғой менімен сол центрде. Мен оқушыға ұнау керекпін дедім де. Бірақ ұнамасам нәтиже болмайды дедім. Өйткені оқушы мұғалім ұнамаса, ол оқығысы келмейді. Сосын мұғалім болып істегісі келмейтін осы сондықтан деймін. Солай достар, жақсы. Мен, оказывается, бүгін естідім ғой, мен творческий мұғалім екенмін, шығармашылық мұғалім. И жаңа директор айтады, біз как раз
қалай жарнама беретінімізді білмей тұрған едік. Енді білетін боламыз деп сөйтіпті. Неше түрлі ойлар іздеп жатқанбыз дейді. Но точно с такими ученицами и учениками не надо работать. Тем более с такими родителями. Токсичные, желчные. Олар өмірге недовольны болса, бәріне недовольны болады. Өмірге деген көзқарасын өзгертпейінше олар өзгертпейді. Оны күтейін дегенше қартайып кетесің ғой. Нафиг надо вообще. Негізі көп блогерлер боқтап сөйтеді. Мен боқтай алмайтын адам негізінде. Заблокировать етеді дейді ғой, YouTube, Instagram ше, TikTok. Сондықтан ба мен жалпы егер жай өмірде болмаса, так и то очень редко. Отличницамыз ғой. Синдром отличницы. Хотя это вообще неправильно. Әркімге оқушы да табылады, мұғалім де табылады. Әркімге өзінің қызмет маманы табылады. Мен оны риэлторлардың жиналысында естігем. Недвижкаға барайын деген кезде. Риэлторлар талысады дейді, мен кредитімді алып қойды деп. На самом деле ондай емес. Просто адамға барады да, клиент. Сосын қорықпау керек, сосын қырылмау керек. Бір-бірімізбен жаңағы мұғалім маған оқушы жетпей қалды, сен алып қойдың деген сияқты. Бәріне бәрі жетеді. Сол давайте.